Достар, сәлем. Бұл WeChat. Кім білмеген болса, WeChat'ның түрі осындай. Мынандай болады сырты. Осылай. WeChat'қа тіркелем деушілер, маған жазсаңыздар болады. Мен тіркеп бере аламын сіздерді. Мынау поставщиктер. Мысалы, мынаға кіріп көрейік. Мына кісі сумка сатады екен. Неше түрлі сумкалар бар. Мынау типі галереясы, статус немесе WhatsApp'тағы өстіп қойып қояды. Қалаған сумкаңызды жіберіп, скриншоттап, осы кісіге скриншот жасап, сосын сообщениеге жібересіздер. Осылай жазамыз. И жіберген кезде жібересіздер ғой, отправить етіп, сөзде перевести деген. Оларда өздерінде қытайша перевод болып барады. Өздері басады, үстінен перевести деп. Потом қытайша аударып алады. Кім білмеген болса, WeChat осындай. Адамды, мысалы, бір поставщик тіркейтін болсақ, осы поискке кіреміз де. ID-ін жазамыз. Любой бір. Егер сізге поставщик болса, сізде китайский киім, анау-мынау сататын ID-ін жазасыз. Мысалы, білмеймін, бір ID жазасақ осылай. Сосын ойыстып поиск учетной записи дегенді басамыз. Сосын нет такого пользователя дейді. Егер сіздікі болса, егер ол кіреді, шығады. Мысалы, осы адам шығады. А мен өтірік жасалған соң шықпай тұр. Сосын добавить ете саламыз ол адамды. Сосын ол сізді қабылдайды. Достыққа қабылдайды. Достыққа қабылдаған соң осындай жерге шығады сізде. Осылай. Осындай іші. Осындай моменті әркімнің салған нелері, статустары. Киім, аяқ киім. Сондай. WhatsApp, WeChat егер зарегистрироваться ету керек болса, сіздерге скан керек болса, маған жазыңыздар.